Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге асқабақтың жасалу жолы мен оның пайдасы жөнінде айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Доктордың асқабақ жайында не айтатынын толық көре аласыздар. Асқабақты өзіңіз қалаған формада кесіп аламыз. Кез келген асқабақ жарай береді. Пешке 200 градусқа 30 минутқа қойып аламыз. Пешке қойғаннан кейін 15 минуттан кейін қасықтың көмегімен піскен-піспегенін көруге болады. Міне біздің асқабағымыз пісті 180 градуста. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Қыс мезгілінде асқабақтың витаминдері денсаулығымызға өте пайдалы. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Пайдалы ақпарат болады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет. Ассаламалейкум, құрметті оқырмандар. Сәлем барлықтарыңызға. Алдарыңызда мен доктор Ясин, менің инста парақшама қош келдіңіздер. Достар, көріп тұрғаныңызда қолымдағы асқабақ туралы бүгінгі видеода сіздермен қысқаша бөлісетін боламын. Әрине қазақ тілі форматында өзім қазақ тілін қатты білемін деп айта алмаймын, білесіздер. Қолдан келгенше сіздердің денсаулықтарыңыз үшін түсіндіруге әрекет жасаймын. Өткенде постты Instagram парақшасында айтқан болатынмын. Асқабақ алдым, не үшін алдым, және видео түрінде сіздерге айтатын боламын. Сол туралы пост шығарамыз деп айтқан едік, сол уақыт келді. Әрине оны өзіміздің денсаулығымыз үшін алдық, как профилактик түрінде қолдану үшін. Қазір сіздерге түсіндіреміз, қандай ауруларда қолдану керек, қандай ауруларда қолдануға болмайды, және қалай қолдану керек. Білесіздер, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның ең сүйген тағамдарының бірі болып табылады асқабақ. Бұл табиғи, без химикат, дәрісіз өседі. Сондықтан бұның құрамында көптеген дәрумендерге өте бай. Макро-микро элементтерге, антиоксиданттарға, калий, кальций, темір элементтеріне өте бай болып табылады. Және де синк элементтеріне өте бай болып табылады. Сондықтан көптеген ауруларға ем. Тек қана тамақ түрінде емес, әрине ауруларға да жақсы эффект көрсетіп ем береді, достар. Ауруларда қолдануға болады. Егер де сізде бауыр аурулары, бүйрек аурулары болатын болса, мысалы гепатит, цирроз печень, жировой гепатоз болатын жағдайларда әрине қолдансаңыз жақсы көмек береді. Бүйректе құм, песок, соль, шлактар болатын болса, әрине көмек береді. Жүрек қан, тамыр аурулары болатын болса, яғни жүрек қан тамырда, стенкаларында шлактар болатын болса, токсин, улы заттар көбейген болса, керек емес элементтер организмде көбейген болса, әрине қолдансаңыз бәрін тазалауға көмек береді, достар. Және де көзде катаракт дейміз, еттің басуы. Сондай уақыттарда қолдансаңыз жақсы көмек береді. Көздің көру қабілетін жақсартады. Көп әйелдерде қазір кездесетін шаштың төгілуі. Бұл шаш төгілуі туралы біз пост қалдырған болатынбыз, кіріп оқысаңыз болады. Сол шаш төгілген уақытта да қолдансаңыз жақсы көмек береді, достар. Қандай ауруларда қолдануға болмайды? Егер сізде сахарный диабет, яғни қант диабеті болған жағдайларда мүлдем қолдануға болмайды. Өйткені құрамында қант бар. Және де өтте тас аурулары, бүйректе тас аурулар болса мүлдем қолдануға болмайды. Өйткені орнын қозғатып қойса, ол приступ, яғни бол беруі мүмкін. Және де асқазан ішек жолдарында күшті воспалительный процесс, яғни қабыну процестері жүріп жатқан уақытта қолдануға болмайды. Ол ауруды күшейтуі мүмкін. Және де асқазанда сілекей көбейіп кетсе, мысалға изжога болатын болса сізде мүлдем қолдануға болмайды. Аллергия болатын болса мүлдем қолдануға болмайды, достар. Қалған уақыттарда беймалал как профилактика түрінде, как лечение түрінде беймалал қолдансаңыз болады. Сіздерге кеңес беремін. Қалай қолдану керек? Әрине сок түрінде сырты қабын алып тастап, ішіндегісін соку жұмалкадан өткізіп, 200 грамм азанда тамақтан 1 сағат алдын, 200 грамм тамақтан 1 сағат алдын кешке қолдансаңыз, әрине жақсы көмек береді сіздерге. Достарыңызбен бөлісіңіз. Бүгінгі видео сонымен аяқталды. Оларға да пайдасы тисін, достар. Аман болыңыздар, ешкім ауырмасын, деніңіз сау болсын, достар. Аман болайық.